Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз органза матасынан қазіргі таңда хитке айналып жатқан хит брошканы жасап үйренетін боламыз. Ол үшін алдымен менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп қойыңыздар. Ол үшін бізге қажетті заттар: органза матасы және ыстық клей, зажигалка және қайшы, фетр матасы қажет болады. Ең алдымен органза матасын осындай жалпақша етіп 4 размерде қиып алатын боламыз. Енді осы қиып алған органза маталарымызды осылай зажигалка арқылы жиегін айналдыра күйдіріп шығатын боламыз. Зажигалканы қатты тақамаймыз. Осылай күйдіріп шығатын боламыз. Міне, осылай барлығын 4 размерінде күйдіріп шықтым. Енді кішкене фетрді домалақ қылып қиып алатын боламыз. Және ең үлкен күлтешеден бастап осылай жиырып ыстық клей арқылы клейді фетрға тамызып, үлкен күлтешеден бастап айналдыра жабыстырып шығатын боламыз. Не осылай қолмен немесе бір затпен ұстап тұрсаңыздар болады. Енді екінші күлтешені де осылайша бір-бірінің үстіне мінгестіре отырып, орналастырып, жабыстырып шығатын боламыз. Міне осылай айналдыра, үшіншісін де осылай айналдыра 8 күлтеше жабыстырып шығатын боламыз. Сіздер қара фетр алсаңыздар болады. Мен сіздерге көріну үшін ақ фетр алдым. Міне 8 күлтешені айналдырып жабыстырып шықтым. Енді екінші көлемді күлтешені де дәл осылай 2 күлтешенің қақ ортасына келетіндей етіп орналастыратын боламыз. Міне екінші күлтешені де осылай орналастырып шықтым. Енді үшінші размердегі күлтешені де дәл осылай айналдыра орналастырып шығатын боламыз. Міне үшіншісін де орналастырдым. Енді төртінші майда күлтешелерді орналастырып шығатын боламыз. Міне орналастырып алдым. Енді ортасына мен кішкене органзадан бутон жасап жабыстырып жіберетін боламын. Және артқы жағына брошкаға арналған түйреуішті жабыстырсаңыздар болады. Міне өте әдемі болып шықты. Осылай өздеріңізге жасап алсаңыздар, немесе жасап сатсаңыздар да болады. Назарларыңызға көп рахмет.